Өңірге жұмыс сапарымен келген қаржы вице-министрі халықпен кездесу өткізді. Осы саладағы жаңашылдықтармен таныстырды. Жиынға келген тұрғындар салық мәселесі, зейнеткерлерге қарастырылатын жеңілдіктер, жалпыға ортақ декларация жөнінде бірқатар сауалдарын қойып жауап алды. Мемлекеттік сатып алу салық заңнамасы, ұлттық қордан балаларға бөлінетін үлес. Ақтөбеліктерді осы мазмұнда сұрақтар қызықтырды. Жалпы зейнеткерлерге қандай жеңілдіктер қарастырылған? Мүлік салығынан егер жалғыз басты зейнеткер тұратын болса, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін босату қарастырылған, бірақ бұның бір өзгешелігі, ерекшелігі міндетті түрде бұл осы мекен-жай бойынша жалғыз басты зейнеткер жалғыз тіркелуі тиіс. Егер де бұл пәтерде басқа адамдар тіркелетін болса, бұндай жеңілдік ол кісілерге таралмайды. Сондықтан біз мынау ақпаратты Әділет министрлігі арқылы осы нау арқылы алған кезде көріп, ол адамдарды сондай салық мөлшерінен босата аламыз. Салық төлеудің қосымша тетіктері туралы да айтылды. Алдағы уақытта банк қосымшалары арқылы қызмет көрсету аясы кеңейтілмек. Банки сами заинтересованы, чтобы эта работа расширялась. То есть, да, там. Екінші деңгейлі банктердің өздері де салық төлеу, кеңес беру сынды қызметтерді қосымшаға енгізуге қызығушылық танытып отыр. Біз де қарсы емеспіз. Келер жылдан бастап бұл бағыттағы жұмыстарды жандандырып, қосымшалар арқылы қызмет алудың мүмкіндігін арттыратын боламыз. Тек салық төлеу ғана емес, түрлі анықтаманы да телефон арқылы алу жағын қарастырамыз. Қаржы саласы бойынша жаңашылдықтың бірі мемлекеттік сатып алудың жаңа заңнамасы әзірленіп жатыр. Біз ұлттық экономика министрлігімен бірігіп, жаңа салық кодексін қарастырып жатырмыз. Бюджет кодексін әзірлеу жұмыстарды жүргізіліп жатыр. Және де өзім айтқандай, балаларға ұлттық қордан бөлінетін қаражат жайлы заңнама әзірленіп жатыр. Осы біздің ең басты бастамаларымыз. Және де биыл біздің министрлік тарапынан жеке тұлғаларды банкроттық жайлы заң ісіне асырылып жатыр. Сол туралы ақпарат ұсындым. Сондай-ақ 1 қаңтардан бастап жалпыға ортақ декларацияның екінші кезеңі басталды. Қыркүйекке дейін мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері және олардың жұбайлары мүлік пен кіріс туралы есеп беруі міндеттеледі. Жансая Әбдікәрім, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.